жалпы бұл имамдар және де теологтар кездесу арқылы олардың білуге болады. Негізгі жаңағы сенімін, ұстаным білуге болады. Ал діні жоқ, дінді білмеген, дінде сауат жоқ адамдар оны білуі қиын. Қазір заманда дінін жасырып жүргендер, қорқып кейбіреулер, мысалы болсам, маған адамдар келе береді деп қорқып жасырып түрде істейтіндер де бар. Бірақ негізгі белгілерін салатын болсақ, жаңағы көбінесе сақалдан қояды, сақал қойғанда да жалбыратып қояды. Қалай болмаса қоя береді сақалын. Жалпы сақал қою шариғатта бар, ол тиым нәрсе жоқ. Мысалы Абай атамызда, Шәкәрім атамызда мысалы бәрінің сақалы бар, әдемі қойғанда олар жалбыратып қалай болмасын қоя салады. Одан кейін балақтарын қиып тастайды. Негізгі осылар. Содан кейін жаңағы мешітке келген кезде намазын қарайтын болсақ, намазында тәкбір көп бола береді. Және де тәкбір алғаннан кейін көкірекке қолды осылай байлайды. Ал біздің мазхабта кіндікке байлайды. Солай олардың сыртқы бейнесі арқылы білуге болады. Бірақ біз сыртқы бейнеге көп ислам дінінде мән берілмейді. Оның сеніміне мән беріледі негізінде. Оның сенімі қалай? Дұрыс ұстанымы жатыр ма сенімді? Сол сеніміне қарап оны білеміз. Мысалы, сұрақтар қойылады оған. Қай уақыт ұстайсың, кімді тыңдайсың деген сияқты мәселелер қою арқылы олар білуге болады. Ал енді өзіміз олардан қалай құтыламыз? Қалай оларға кіріп кетпеуге болады? Негізгі мәселе бұл жаңағы діни сауаттық болмағаннан кейін оған кіріп кетеміз бәрі. Діни сауат алу керек. Ол үшін ең бірінші бұл ата-ана түрде білу керек. Көп ата-ана мән бермейді балдарына, тәрбиесіне мән бермейді. Ол не істеп жүр, қай жерге барып жүр, кімді тыңдап жүр деген сияқты мәселеде. Достары кім деген. Пайғамбар айтқан хадис бар, досыңдай, мен қай дінде жүргенде саған айтамын дейді. Енді достарына да мән беру керек. Ата-ана соған қарап, егер намаз оқып жатса, айтып, көкем, намаз біздің жаңағы ата-бабамыз ұстанған дін, ислам діні, және де осының ішінде Абу Ханифа мазхабын ұстаймыз, сенімді матуриди ақидасын ұстанамыз деп ата-аналар соны түсіндіру керек. Болмаса ата-ана оны түсіндіре алмайтын болса, енді қазір уақытта оны мешітке әкеліп, балам осы намаз бастап жатыр, имам сіз өзіңіз бір діни сауат берсеңіз, адасып кетпесін деген сияқты имамға әкеліп жолығып, қолына тапсырып, сұрақтарын иншалла жауаптарын алуға болады, сұрақ қойып жауаптарын алуға болады. Сол нәрселермен иншалла. Бала басқа не жоқ. Кейбір адамдар ойлайды, интернеттен іздеп табамын деп. Жоқ, интернетте олардың да ақидалар жазылған, олардың да сенімдері жазылған, олардың да ұстанымы жазылған. Оны сен қалай білесің? Діни сауатың жоқ болғаннан кейін адасып кетуге де ықтимал. Жақсы. Ал енді мына келесі сұрақ бізде мына сопылар туралы. Енді біздің даламызда ол бұрыннан бар. Мүмкін ол исламда бар ма, жоқ па? Мына сосын қожалар дейді, бізде ру бар, арнайы осы бір сопылықпен айналысады. Қожа Ахмет Яссауи дейміз ғой. Сол негізі көбінесе оңтүстік жақта қатты дамыған. Ол кісілерге қалай көзқарасымыз қалай болу керек жалпы? Негізі софылыққа байланысты келетін болсақ, бұл да бір топ ретінде құралған нәрсе ғой. Топ. Топтың ішінде сол жаңағы софылық бізге Ахмет Яссауи сол бастаған ең бірінші қазақ еліне әкелген сол дінді дамытқан сол кісі. Қазақ дәуірінде ол сопылықта негізі ұстанатын сол дұрыс ол. Негізі ол сопылықтың мағынасын жаңағы соф дейді ғой, таза, дінді таза ұстау. Олардың мысалы көбінесе қарайтын болсақ, дүниені көбінесе тәрк етеді. Дүниені тәрк етеді. Мен намаз оқыдым, ол Аллаға бағуым керек, Алланың құлшылығын қылуым керек деп, сол жаңағы зікірмен, ғибадатымен өмірін көп бөлігін солай өткізеді. Сол адамдарды сопылық ұстанған деп айтылады. Бірақ енді қазір уақытта сопылықты бұрмалап кеткендер көп. Бұрмалап жіберді. Яғни сопылық болғанда бізде түсінік бар, қалай? Бірге қол беру деген нәрсе бар. Ол сопылықта сол нәрсе бар. Бірге қол беру, яғни ұстазға қол беру. Бұл қол беру деген мағына, ол не? Мысалы, ұстазына келіп айтады, ұстаз, мен бір жылда осындай намаз оқимын, мысалы,
300 мың, мысалы 100 мыңдай, 100 мың ракат намаз оқимын бір жылдың ішінде, немесе бір жылдың ішінде осындай құран жаттаймын, немесе бір жылдың ішінде осындай зікір қыламын деп бірге серт береді. Мәстескен сияқты сонда? Жоқ, серт береді, мысалы уәде береді, осыны орындаймын деген сияқты ғой. Соны бірге қол беріп айтады. Бірақ қазіргі уақытта ондай нәрселер жоқ та, қазір ұстаздардың өздері дұрыс емес. Мысалы кейбір үйлерде айтып жатады, әңгімелер айтып жатады, пірлер дәретінің суын ішкізеді дейді. Ол енді қиын нәрсе да, адам азғындыққа апаратын нәрсе. Сосын жаңағы кейбір нелер бар, соттылықты ұстанып жүрген қазір кісілер бар ғой, олар жер баспау керек деп кілемге көтеріп жүргендерді көреміз. Интернетте ондайлар көп. Ондай адасу топ болып кеткен де қазіргі. Бірақ негізі басы дұрыс, қазақ дәуірінде, қазақ жеріне келген соттылық дұрыс болып салған басында. Сол енді жаңағы қожаларды айтатын болсақ, ол қожалар арабтан келген ұстаздар, дінді тарату үшін келген. Алғашқы мақсат сол, дін тарату мақсатында осы қазақ елдеріне келген. Сол бізден қожа деп айтады. Олар әкесі араб, шешесі қазақ деген сөз ғой. Сонымен тарап кеткендер. Бұл енді бүкіл жерде бар, түріктерде де бар, өзбектерде де бар, қырғыздарда бар деген сияқты. Оларда да сол қожа деп айтылады. Сол әр елге барып дінді таратқан адамдар ғой. Жақсы, енді келесі сұрағымыз енді шамалы күрделілеу шығар, бірақ дегенмен қазіргі кезде мына көптеп емшілер бар. Діни емдейміз дейді, жаңағыдай дем саламыз дейді, жаңағы экзорцизм, шайтан шығару деген сияқты түсініктер бар. Жалпы оларды қалай қабылдауымыз керек? Негізінде емдеу шариғатта рұқсат берілген нәрсе. Емдеуге болады. Шариғи жолмен бірақ. Мысалы, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху уақытында бір елде сахабалар бар еді. Сахабалар барған кезінде сол бір елдің әкімі дейміз ғой, ақсақалы сол жерде ауырып қалады. Сөйтіп мұсылмандарды сахабаларды кіргізбейді. Сендер кірмейсіңдер бұлай елге дейді. Сөйтіп сахабалар тұрады сол жерде күтіп. Ана елдегілер ақсақалды емдеу үшін бүкіл тәуіптерін бәрін шақырады. Бірақ ем жоқ. Сосын ішінде бір кісі айтады, мына кісілердің сұрап көрейік дейді. Емдейтіндер бар шығар дейді. Сосын жаңағы сахабалары келеді, осындай ақсақалымыз ауырып жатыр, ем білетін емдеушілер бар ма дейді. Сонда ішінде сахаба айтады, емдейміз ғой дейді. Сөйтіп алып барады да Фатиха сүресін оқиды. Фатиха сүресін оқып дем салады. Дем салғаннан кейін ана кісі ақсақал жазылып кетеді. Сөйтіп ана кісі қуанады да бір отар қой беріп жібереді сол жерде емдеген үшін. Сөйтіп сахабалар қуанып бір отар қойын алып пайғамбар саламға барып айтады, осындай мәселе болып бізде Фатиха сүресін оқып емдеп едік, жазылып кетіп бір отар қой берді дейді. Сонда пайғамбар салам күліп айтады, маған үлесін бермейсіңдер ме дейді. Үлесін бермейсің бе? Бұл жерде не мәселе шығады? Яғни шариғатта дем салу арқылы емдеуге болады деген сөз шығады. Енді арнайы сүрелер бар, мысалы Фатиха сүресін осынша 7 рет 10 рет оқу керек. Жаңағы Ясин сүресін оқуға болады. Енді кейбір жаңағы шошынған балдар болады ғой, шошынған немесе жаңағы жын шайтаннан сақтану мақсатында, жаман нәрседен сақтану мақсатында пайғамбар салам дұғалар үйреткен. Ол Құранда да бар. Мысалы кімде-кім жаңағы өзін жыннан, шайтаннан сақтану мақсатында осы Ықылас сүресін, Фалақ сүресін, Нас сүрелерін оқып, үстіне үріп, кешкісін жатып, үстіне сипап осылай үріп жататын болса, оған не шайтан, жындар жоламайды дейді. Негізгі мәселе осы Құранда. Құранмен емдейтін болса, нақты Құранмен емдейтін болса, шариғат рұқсат береді. Ал бірақ енді Құранмен емдемейтін болса, ол шариғатта қатаң тыйым салынған. Ол қазіргі уақытта Құранмен емдейтін дегендер өте аз. Жын шығаруға мәселесіне келетін болса, жын жалпы адамға кіретін көзқарастар көбірек. Кіреді деген көзқарастар, кірмейді деген көзқарастар бар, бірақ ол көп басымырағы кіреді деген көзқарастар. Енді кіргеннен кейін ол енді Құран оқу арқылы, азан шақыру арқылы шығаруға болады. Пайғамбар салам айтады, азан айтатын болса кім?
сол азан естілем дегенше шайтанның аты сол жерде болмайды дейді. Сол үшін енді жаңағы шайтан келіп кетті дейді, жын кіріп кетті деген адамдарға осы азанды айтады, Ықылас Фалақ, Нас сүресін оқиды, Ясин сүрелерін оқып шығаратындар бар. Оны енді әркім шығара бермейді, арнайы өзі сондайды оқып үйренген кісілер болса шығаруға болады. Оны оқып біліп үйрену керек дейсіз ғой? Оны білу керек оны. Ол тақуалық ұстайтын бір жаңағы дінді жақсы ұстап жүрген адамдар шығару мүмкін енді. Дұға қылады Аллах Тағалаға. Аллахым осының ішінде жынды шығар деген сияқты дұғасы қабыл болатын кісілерге айналыспау болады. Бірақ енді құптайтын нәрсе емес. Жалпы құптайтын нәрсе емес. Енді біздің көрермендерімізде сұрақ болмаса, жалпы біздің сұхбатымыз осымен енді тамамдалып. Жалпы енді сөз соңында айтатын болсақ, біз барлығымыз енді бір Алланың құлымыз, бәріміз соның жаратуындағы пендеміз. Жалпы жаңағы қазақ болып, орыс болып, өзге ұлтаралық және дінаралық негізгі араласу бөліну болмасын. Өйткені Құранның өзінде бөлінбеңдер деген жалпы бір болайық, түріктің бір дана сөзі бар, бөлінгенді бөрі жейді деген. Жалпы бәріміздің негізгі сеніміміз, ұстанымымыз бір болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегімізге қош, сау болыңыздар.